Барлығыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта Voices in English тақырыбы туралы айтатын боламын. Видеоны қарамас бұрын, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда сіз алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмайтын боласыз. Ал ендеше, бастайық. Voice деген грамматикалық ережеге сәйкес етіс дегенді білдіреді. Ағылшын тілінде екі етіс бар. Active voice және passive voice. Active voice дегеніміз ырықты етіс немесе негізгі етіс деп атасақ та болады. Passive voice дегеніміз ырықсыз етіс. Ең алдымен active voice туралы айтып өтейік. Active voice дегеніміз іс әрекеттің иесі, орындаушысы белгілі, қимыл, субъект арқылы істелетін етіс. Яғни, біз білетін 12 шақ осы active voice-қа жатады. Мысалға назар аударайық. The boy kicked the ball. Бала допты тепті. Сөйлем past simple формасында тұр, яғни өткен шақ. Бұл жерде іс-әрекет бала арқылы істеліп тұр. Кім допты тепті? Бала допты тепті. Яғни іс-әрекеттің иесі бар, сондықтан да active voice-қа жатады. Ал енді passive voice туралы айтып өтейік. Passive voice дегеніміз іс-әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі арнайы айтылмай, қимыл өздігінен істелетін етіс. Мысалға назар аударайық. The ball was kicked. Сөйлемді тура аударатын болсақ, доп тебілді. Яғни бұл сөйлемде допты кім тепкені белгісіз. Ең бастысы іс-әрекеттің істелгені. Ал енді passive voice-тың жалпы жасалу формасына назар аударайық. To be етістігі және оған қосылған етістіктің үшінші формасы, ал егер дұрыс етістік болатын болса, сол етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Бұл туралы алдағы уақытта шығатын видео сабақтарда жеке тоқталып айтатын боламын. Passive voice формасындағы сөйлемдерде іс-әрекеттің иесін көрсетуге болады. Бұл қалай? Егер сөйлемге іс-әрекетті жасаған тұлғаны қосатын болсақ, ол сөйлемге by көмекші сөзі арқылы енгізіледі. Мысалға назар аударайық. The ball was kicked by the boy. Сөйлемді тура аударатын болсақ, доп бала арқылы тебілді. Яғни, by көмекші сөзі арқылы деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына екі сөйлемді салыстырайық. The book was translated by translator. Екінші сөйлем. The book was translated with Google Translate. Екінші сөйлемде неліктен with предлогын қолдандық. Себебі by көмекші сөзі іс-әрекетті істеген адамға немесе затқа байланысты қолданылады. Ал with предлогы құрал жабдыққа немесе қаруға байланысты қолданылады және мен, бен, пен деген мағынаны білдіреді. Толық түсіну үшін мына сөйлемге назар аударайық. The trunk of the car was opened with a crowbar by the police. Яғни сөйлемді тура аударатын болсақ, көліктің багажы полиция арқылы ломмен ашылды. Crowbar дегеніміз мына суреттегі құрал. Ал енді келесі мысалға назар аударайық. He was hit by a car. Сөйлемді active voice бойынша аударамыз. Оны көлік қағып кетті. Міне осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Сіздерге видео сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео сабақ ұнаған болса, пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сонымен қатар каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осы тақырыпты толықтай ашып түсіндіретін боламын. Ал қазірше сау болыңыздар.